Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қатпарлы қамырдың рецептісін ұсынамын. Мұздай суға тұзды салып араластырамыз. Одан кейін уксусты құйып, тағы да араластырамыз. Одан кейін бір жұмыртқаны жарып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Барлық заттар мұздай болуы керек. Қазір қамырын жасағанша осы сұйықтығымызды холодильникке салып қоямыз. Енді ұнымызды дастарханға төгіп алып, видеода көрсетілгендей дайындап аламыз. Одан кейін тоңазытқыштан шыққан майымызды немесе маргаринді осылай ұнға аунатып үккіштен өткіземіз. Барынша тез жылдамдықпен жасауға тырысыңыздар, өйткені май тез еріп кетеді. Үккіштен өткізілген майды осылай ұнымызбен крошки дайындап отырамыз. Бұл қамырды қолыңыз бос кезде көбірек жасап қойсаңыз, тоңазытқышта ұзақ уақытқа сақтауға болады және керек кезінде жібітіп, самса немесе тәтті бәліштер пісіре берсеңіз болады. Мінекей барлық майымызды үккіштен өткіздік, енді қолымызбен осылай крошки дайындаймыз. Ортасын осылай ашыңқырап, жаңағы мұздай сұйықтығымызды кішкенеден құйып, конверт сияқты орап дайындаймыз. Қамырды илеудің қажеті жоқ, тек біріктіруіміз керек. Егер қолымызбен илеп жіберсек, онда ешқандай қатпарлы қамыр шықпайды. Сол үшін видеода көрсетілгендей ұнымызды бір-біріне біріктіреміз. Мінекей осы біріккен қамырды салафанға салып, тоңазытқышқа сақтаймыз. Осымен біздің оңай дайындалатын қатпарлы қамырымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жібек. Назарларыңызға рахмет. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.